22 жасар Ерема Алматы қаласында бір жерге жұмысқа кірді. Жұмысқа кірсе, ол OLX-тан қараған еді. Керемет менеджер алам, анау, короче. Айлық осындай, 150 мың теңге, 5 күн істейсің, 2 күн демаласың. Ереманың ойында ешнәрсе жоқ. Сөйтеді, короче, жұмысқа қабылдаймыз деген жерге басып барады. Барып баса адамдар толып жүр. Бірнеше адам жүр енді ана жерде. Ерема жас 22-де. Бұрын соңды университет дипломы жоқ қалтасында. Өңкей қара жұмыс істеп жүрген бала здоровый. Костюм шалбарын киіп барады. Сөйтіп барса алдынан бір әйел шығады. Жасы енді 30-дан асқан примерно. Сосын бір кезде Ерема Ербол сіз ба деген. Ербол менмін деді. Сол Ереманың аты Ербол. Ерема дейді, осылай Ерема екеуі отырып собеседование айтады. Сосын ана әйел жаңағы 30 жаста өз-өзін таныстырады. Менің есімім Айсәуле дейді. Айсәуле, менің есімім, мен осындай сіздің жеке қабылдау менеджеріңіз боламын дейді. Еремаға бәрібір олар менеджер ма, анау жаңағы жұмыс қызық болып тұрған. Сөйтіп бір кезде екеуі әңгімеге кірісіп кетеді. Не жұмыс жасайсың, өзің жайлы айтып берді. Ерема қара жұмыс, ауылдың тым жоқ, айлық бірде бар, бірде жоқ, қаңғып жүрген баламыз. Сосын айтады, Ерема қызың бар ма дейді. Қызым жоқ ма? Неге қызың жоқ? Ақша жоқ өйткені дейді. Дейді, сізді қазір байтатын жол бар дейді. Тек телефонға звондап отырасың, анау аласың, мынау аласың дейді. Сосын мына кітапты оқып келіп, кітапты бер жереді сөйтіп. Ерема кітапты алып үйіне айтады, телефон нөмірін жазып жүреді ана әйелдің. Сосын бір кезде Ерема үйге келіп квартирада балдармен отырса, балдарға айтады. Сосын айтады, бір жұмысқа барып сөйлесім, деріске жұмыс, зарплата 150 мың, 5 күн істейсің, 2 күн демаласың, таза жерде отырасың. Кітапты оқисың, оқып келгеннен кейін жұмысқа аламыз деп айтты дейді. Не кітап дейді? Сол бір кітап, короче, андай. Балдар күле түсінен, сен деген андай болмайтын жұмысқа кіріп кеткенсің, артыңа адам табасың, өтірік жұмыс мынау, жолама. Мынау деп балдар прикол ұстайды сосын. Сөйтіп адамдарды алдап жүр, қанша адам дейді олар дейді. Сосын бір кезде Ерема жаман ашуына тиеді кәдімгідей ше. Жыны келіп, білейін мен осылай алдадым ма деп кәдімгідей қуанып отқан жерінен көңіл күйі түсіп, ана қызға жыны келіп, сосын бір кезде ана қыз ертесіне звондайды. Қалайсың Ербол, жұмыс жасап жатсың ба, оқып жатсың ба, үйреніп жатсың ба? Алдағы уақытта 3 күнде жаңағы кітапшаны оқып бітіріп алдыма келу керексің дейді. Ерема айтады, болды, оқып жатырмын, міндетті түрде сіздерге барып кіремін дейді. Ерема ашуланады бір кезде. Так, бұдан қалай кек алсам болады дейді. Сөйтеді, роднойларға нөмірін лақтырып жібереді жаңағы қыздың, Айсәуленің. Мынандай үйтеміз, бүйтеміз деп келіп алып. Сосын анандай қыз дейді да, балдар достарына, роднойларына береді, анандай қыз деп алдап беріп жүреді. Сөйтсе ана балдардың бәрі звондап қанын ішкен қайта чотам, мынау не дейсің, кездесек, бейт десе. Сосын бір кезде күнде жазып тұрады негізі жаңағы Айсәуле сөйтіп, не болып жатыр, мынау Ербол не болып жатыр? Ербол нормально оқып жатырмын дейді. Ертең келесің дейді. Сөйтсе бір күні бір родной хабарласады Еремаға. Ана қыз қандай қыз өзі дейді. Действительно сол андай қыз екен ғой дейді. Қалай анандай қыз? Жоқ, қайда мен оны жұмысқа кіретін жерден кеше кездесіп періп алдым мен дейді. Базар жоқ, рахмет, мынау. Сосын бір кезде Ерема таң қалып қалады, қалай болып кетті дейді. Мен де ерім қазір дейді. Барам дейді. Сөйтіп жаңағы күні келеді. Барады, сөйтсе жаңағы Айсәуле шығып алдан жаңыр етіп күліп, риза болып, көңілді. Сол түні дейді да, кеше түнде перген ғой соны. Сосын Ерема онда мен перетенім ғой деп ойына келеді да. Сөйтіп әңгіме жұмыстан жұмыс, мынау деп сөйлеседі, болды, кірем жұмысқа дейді. Сосын кіргенде осы жерде отыр, типа, өйстіп адамдар тартасың, мынау деп айтып отырады. Айсәулеге айтады, сөйлесуге болмас мен дейді. Чотам дейді, кеше түнің қалай өтті дейді. Қалай түн дейді. Бәленкесі сен болған түн, мынандай түн дейді. Қой, не деп тұрсың, не айтып жатсың? Қойшы дейді, алдамай-ақ қой, мен білемін дейді бәр жағдайды. Не болып, не қойып жатқандарыңды, не істеп жүргендеріңді. Сол бір кездесе қалай қарайсыз дейді Ерема айтады Айсәулеге. Айсәуле, не айтып жатсыз, сіз ұялмайсыз ба? Мына біреудің өміріне, жеке өміріне араласпаңыз деп ұрсып тастайды оған. Видеосы бар, надо будет дейді. Видеосын көрсетіп беремін саған дейді. Айсәуле бір тұр кеше түнде мынандай жігіт, анандай жерде деп бәрін біліп алған ғой кім? Ерема. Сосын бір кезде Айсәуле үндемей қалады. Сосын бір кезде жатам, кездесек, былай, мынау. Сөйтсе Айсәуле айтады, жарайды, кешкісін кездесек, просто сөйлесіп отырайық, мынау деп айтады. Сөйтсе, жұмыс жайлы сөйлесек келемін дейді да. Қай жаққа келесің, үйің бар ма? Үйім бар, жалғыз өзім тұрамын квартирада дейді. Сөйтеді, Ерема ұшып барады сағат 8-де.
екеуі отырып әңгімені жіберіп жұмыс жайлы сұрап, ой жұмыс деген осындай адам тартуың керексің артыңа, анау мынау дейді. Ерем айтады, жұмысты қоя тұр дейді. Жабыса кетеді Айсәуле. Айсәуле де кетерміз, екеуі де бір-бірін құшақтасып, кәдімгідей сүйісіп, сорысып. Ереман өзі ұстап алып шығарып, аймалап, кәдімгідей мынау профессионал екен деп қояды Еремашинен. Кәдімгідей аймалап бір кезде аузына алып, кәдімгідей сөйтіп не алып келеді ана жерде. Ереман тұрғаннан кейін ашып тұрып переді ананы, айырып тұрып, ыңқылдатып қойып тұрып, ракым қойып тұрып, үстіне мініп тұрып, періп кетеді. Сөйтіп жүрген кезде жұмысқа кіресің ба дейді, періп жатқан кезде кәдімгідей Айсәуле айтады, иә жұмысқа кіремін обязательно деп пере береді. Одан сайын жұмысқа кіремін, басқа жеріңе де кіремін мен сенің деп. Кәдімгі ана жерде аузына да беріп, былай айтқанда любой тесігінен періп кетеді ғой, короче. Сөйтіп перісіп болады, Ерема киімдерін киіп, жұмшайын үй жағына айтады. Роднойларына айтады келіп, осындай, мен ауылға қайттым дейді. Келмеймін дейді, үш айға шейін дейді. Телефон бәрін өшіріп тастаймын дейді. Просто Ереманың ашу өп кетті да алдаған үшін ше. Соған жыны келіп тұрып барып берген да. Телефонды өшіреді. Негізі Ерема қатты, негізі жұмыс таптым ба деп қатты қуанып еді, соған ашу келіп, ішінен жыны келіп сөйтіп істеді да негізі. Ерема ондай бәлеге бармайтын еді негізі. Сөйтеді де ауылына автобусқа мініп, кешкі автобусқа мініп қайтады. Ауылына барып, ауылында жатады, жұмыс жоқ, ауылда азаннан кешке шейін қора, мора, мал бір нәрсесімен айналысады. Қайттан бір кезде 3 айдан кейін Алматыға келеді. 3 айда келе жатса, пойызбен келеді, пойыздан түсіп жатса, бұрынғы кластасын көріп қалады. Кластас қыз, мектепте ұнайтын қыз еді да негізі. Сол кластасын қызы көріп қалады, сосын қалайсың, істеп жатсың, мына там. Сол университет бітіріп, қазір жұмыстамын дейді. Не қылса, кімдерді көріп тұрсың деп бір-бірімен сөйлеседі. Салима деген қыз, тоже жасы 22-де. Осы Алматыдамын жалпы дейді. Сосын бір кезде не қылса бір кешкісін кездесейік, бірге отырайық, сөйлесейік, мынау дейді кім? Ерема. Давай жарайды дейді. Кешкісін кездеседі. Сөйтіп сол жерде Ерема ұнайтынын айтады, бұрын бала кезден ұнатқаны, бірақ Салима оны түсінбегені жайлы. Салима да айтады, қыздар айтатын дейді. Сөйтіп екеуміз отношение құрып жүрсек, бір-бірімізді жақсы танимыз, ауылдан танимыз деген сияқты. Салима айтады, ойланып көрейін дейді. Сөйтіп 2 күннен кейін тағы жазады. Енді 2 күн сөйлесіп жүрді, 2 күннен кейін тағы сұрайды. Ерема осындай, мен иә деп жауап беремін. Сосын екеуі отношение құрып, сол жерде келісіп 6 айдай жүреді. Сол 6 айдай жүрген кезде жаз уақытында сол қалада екеуі үйленіп, жаңағы родной достарына да жоламайды. Сондай достарына да былай жеке өзі араласпайды ешкіммен. Сыныптастар, группаластар нелері бар. Жаңағыдай группаластар болғанда, жаңағыдай бұрын колледжде оқыған, оны да бітірмей кеткен да. 11-ден кейін. Сол балалармен араласып тұрады. Жаңағыдай жұмыста істейтін, бірдеме там жүрген жүрістері қиын деген балдармен араласуды қойып, жақсылап үйленіп, екеуі үйленіп ауылға қайтып, әке-шешесін қуантып, жаңағыдай жаман нәрсеге жоламайтын болады. Міне көргендеріңіздей, басы жаман нәрсемен басталып, арт жағы жақсылықпен аяқталады. Арнаға жазылып, лайк басып отырыңыздар, сау болыңыздар.